Қайырлы күн оқушылар, біз бүгін сендермен бірге Абай жолы романының жазушы баспасындағы нұсқасын талдайтын боламыз. Бірақ бұл талдау барысында ескертіп өтейін, әр шығарманың әрбір кезеңін бірге оқып отырмаймын. Әр тарау кезінде біз мән беру керек қандай оқиғалар бар, не айтылады, соған қысқа нұсқа тоқталып кетемін. Енді өздерің білетіндей, Абай жолы романы бұл Абайдың 13 жасынан басталады оқиға, және Абайдың 59 жасына дейінгі өмірі сөз болады. Яғни Абай қаладан оқып қайтып келе жатқан кезінен бастап дүниеден өткенге дейінгі кезеңі суреттеледі. Қайтқанда тарауында дәл осы айтып отырғанымыздай Абайдың 13 жасар кезіндегі оқудан қайтып келе жатқан бала уағы суреттеледі. Абай Семейден қайтып келе жатыр. Семейдегі Ахмет Риза медресесінен білім алған. Оны әкесі 10 жасында, яғни осыдан 3 жыл бұрын Семейге жіберіп, Ахмет Риза медресесінде оқытады. Ахмет Риза медресесінен кейін Приходская школа деген школаға түседі. Ол жақта орыс тіліне сауаттана бастайды. Бірақ 3 ай оқып үлгерместен Абайға Жорға Жұмабай және Байтас атты Құнанбайдың адамдары келіп, Абайды шақыртып жатқандығын естіртіп алып кетеді. Бұл қайтқанда тарауы дәл сол Жорға Жұмабай мен Байтастың Абайды ауылға алып келе жатқан кезеңі. 3 солдатты 3 күндік жолды өңгеріп келе жатыр, қазір өткеріп келе жатыр. Күнұзын аттан түспеген Байтас пен Жұмабай, олар жолдың бойында бір жырада ұрып жатады деп қорқатын тұсы бар. Ол жыраның аты Есенбай деп аталады. Жалпы үшеуінің ішінде 3 солдатты Байтас, Жұмабай және Абай ғой. Осы үшеуінің ішінде Абай ғана ерекше асығыс болады. Себебі өзінің үй үшін туған туысын, бауырларын қатты сағынған Абай қайта-қайтаны астындағы жылқысын желдіртіп алдыға түсіп кете береді. Осы кезде Байтастар баланы тежейді де, оны тоқтатып айтады. Енді бізден ұзап кетуші болма, анау Есенбайдың жырасын білесің ғой, сол жерде ұры жатады дейді. Есенбай деген жыраның маңында ұры болатындығын ескертіп, Абайды қорқытпақ болады. Абай бұған ешқандай селк етпейді, сөйтеді. Керісінше бұл екі кісіні өзі тәлкек еткісі келіп, мазақ еткісі келеді. Мынандай бір әдіске басады. Жұмабай тіпті шошыта сөйлегісі келді. Олар самсаған сары қол Есенбайды ұдайы жау жатады деп, одан сайын оны өшітті дейді Жұмабай. Баланың қытығына тигенде осы жер. Ендеше бірге жүрдім не, жеке жүрдім не, ал кеттім деп, ештеңе қарамастан Абай алдыға түсіп алып жөнелді дейді. Бұл тақыр бұлақтан өте берген кезде басталғаны. Жұмабай әбден болмаған соң, қап мынаның баласы, мен бөрінің бөлтірігім деп келеді, қой не де болса қалмай егенді, Байтас жүр деп шаба жөнелді дейді. Сөйтіп бір белден асты, екінші белден асып, өріне қарай тоқтамай жарысып келе жатты дейді. Осы өрде бурылады, есік пен төрдей алға түсе беріп еді. Сөйтіп осы белдің ойына қарай құлай бергенде Жорға Жұмабай арт жағынан сол иығы тұсынан тасырлатып кеп қосылған бір дүрсілдесіп қалды дейді. Жорға Жұмабай мен Байтас, қараңдар, мынау екі бел, бір белден бірге асады, екінші белден енді аса берген кезінде Жорға Жұмабай мен Байтас мына соңдарынан келе жатқан бір аттың дүбірін естіді дейді. Мына екеуінің артынан келе жатқан, олар Абайды алдыға түсіп кетті деп ойлап тұр ғой. Енді сөйтсе Абай мына жерде тығылып қалып, бұлардың артынан келіп қорқытпақшы болған екен. Есенбай жырасының өзі дәл сол тұсқа келген уақыттар екен. Әрі әй кәпір, содан қосылған жау болды ау, баланы алып бізді баққан екен ау деп ақкөк атты тепкілей берді. Артына қорқақтай қарап шала бұрылып көз қиығын тастап көрді дейді. Сөйтіп Жұмабай қатты шошып кетеді де, баланы алып бізді қорқытпақшы болып тұр ғой мыналар, Есенбай жырасының тұсында шынымен де ұрыла жатқан екен ғой деп шошып астындағы атын тебініп тепкілеп көз қиығын тастап артына қарады дейді. Сөйтсе, көзіңді мас деп әзірейілдеп төніп келе жатқан бірдеме екен дейді. Атын да кісісін де болжай алмады, әдейі танытпайын деп бет-аузын таңып алыпты. Бұл өңірде күнді шабатын ұрының әдеті, Байтаста үн жоқ, өз бетімен самғап барады. Қолды болса болатын Жорға Жұмабай. Енді не де болса жанды қармайын деп тақымындағы шоқпарына жабысты. Қуғыншы жырынды жауымын жаңағыдай сасқалақтағанмен пайдаланып шоқпардыра тартып алып. Енді Ақбозатта бірдемеге тіреліп тоқтағандай. Бұл сөйтсе жаңағы Құнанбайдың бөлтірігі Абай екен дейді. Баладан қорыққанда Жұмабай қатты ұялып қалады, осы жерде қатты ыза болады. Өй балам-ау, мынау жерде жау жатады. Бұл ұрының ойнағына кеп алып, жамандырым бастағаның не қылғаным деп өкпелеп бастайды дейді. Байтас күлген бойында қайтып келеді. Байтас қорықса қорықпаса да сыралдырған жоқ. Сондықтан Жұмабайдың ашуын алыстан танып мәз болып күліп келе жатып, құла бестің төбелінде жоқ қопты қарай көресің деді дейді.
Жұмабайды жаңа байқады. Бала бестің төбелін сазбалшықпен баттастырып тұрып сылап қойыпты дейді. Әдейілеп ана астындағы жылқысының маңдайында болатын ақ сызығы бар ғой, соны балшықпен сылап білдірмей қойған. Себебі Жұмабай атты танып қалатын болса, онда оның абай екендігін біліп қояды деп, өзінің жаңағы ойға алған жоспары жүзеге асу үшін сондай әдіске басқан екен дейді. Соны Байтас байқап қалып айтып тұр. Мынаған қарай гөр өзі, тіпті ана төбеліндегі нені сызыққа дейін жоқ қылыпты деп. Жұмабайдың қалаға бұл жолы не жүзбен барғанын Абай дәлді білмейді дейді. Не үшін Жұмабай бұл Абайды алып келуге барғандығын білмейді Абай дейді. Бірақ оның Байтасқа айтқан бір сөзінде Құнанбай тапсырған бір жұмыспен барып келе жатқаны мәлім болып еді. Абайдың бұрыннан байқауынша бұл Құнанбайға қадірі бар кісі. Абайға ашуланып ренжіп барса алдымен әкесіне шығады дейді. Яғни Құнанбайдың алдында Жұмабай өте қадірлі кісі екендігі Абайдың кендесіне түседі. Егер қазір Жорға Жұмабай қатты өкпелейтін болса, онда ауылына барған кезде бірінші әкесіне Абайдың істегендігін айтып қояды. Сондықтан Абай енді күлкісінен тыйылады да, жанына келіп, жол ұзақ ұйқашар болсын деп ойнап едім, ғайыпқа бұйырмаңыз Жұмеке деп кешірім сұрайды. Сөйтіп Жорға Жұмабай бұны елемегендей болып өткізеді. Сөйтіп бұл қорлықты көргенше кел Жұмеке, бізде аттың басын қоя берек деп Байтас бурылады, ағза жөнел. Жұмабай да еріксіз шаптырайды. Солайша үшеу жарысуға айналып әне-міне дегенше ауылға да жетіп келді. Құнанбай ауылына Абайдың өз шешесі Ұлжанның отырған ауылына кеп жетті. Үшеуі де. Жүргіншілер бұлақтың дәл қасына ең жақын қонған ауылға келе жатыр еді. Ортасында 5 үлкен ақ үйлері бар көп үйлі ауыл Абайдың екі шешесі Ұлжан мен Айғыздың ауылы еді. Жалпы Құнанбайда 4 әйелі бар. Бірінші әйелі Күнке, екінші әйелі екінші әйелі Ұлжан, үшінші әйелі Айғыз және төртінші кейін, бұл үшеуінен кейін біраз уақыттан соң алған Абайдан да кіші әйел болған ол Нұрғаным, 16 жасар кезінде алады. Осындағы Күнкенің бөлек үйі бар, бәйбішенің бөлек отыратын ауылы бар. Ұлжан мен Айғыздың отыратын ауылы бөлек ауыл. Және Зере Ұлжанның қолында. Сол үйге келіп тоқтады дейді бұлар. Қалашылар келеді деп отырғандар бірден таныды. Анау Абай ғой айналайын-ай, апасын айтайыншы деді бір қартаң қатын. Бәсе телеқара ғой жаным-ау, мынау телеқара, әпкем айтайыншы деп тағы бір жас қатын жеңге де үлкен қарай ұмтыла түсті. Телғара деп отырғаны Абайға жеңгелері қойған аты. Аттылар үйдің сыртына келе бергенде алдарында сол үлкен үй мен күншығыс жағына тігілген қонақ үйдің екі арасында бұларды күткен бір топ жан тұр екен. Осы жиынға қараған бетімен екі жолдасынан осып кеп бұрын түскен Абайдың атын біреу алып кете берді. Бала көп ішінен ең алдымен өзінің шешесін көріп соған қарай жүре беріп еді. Шешесі анадай жерде тұрып, әй шырағым балам, әуелі ар жағында әкең тұр, сәлем бер деп әкесіне сілтеп жіберді дейді. Осы сұрақ келді осыған дейін. Яғни Ұлжан Абай оған қарай жаңағы алып-ұшып жетіп келген кезінде ар жағында әкең тұр, бірінші әкеңе бар деп сілтеп жібереді. Осы тұсы бұл жерде қандай бір ерекшелік көрінеді, қандай қасиет көрінеді деген секілді сұрақ болып келді отыр. Бұл әкеге деген құрметті көрсетеді. Анасы әкеңді құрметте, бірінші әкеңмен аманда, сосын барып бізге келесің деп ымдап тұр. Абай жалт қарап барып жаңа көрді. Анадай жерде қонақ үйдің сыртында қасында екі үлкен кісісі бар, әкесі Құнанбай тұр екен. Ыңғайсыздықпен қысылып қалған бала шешесінің сондайлық салқын сабырының мәнін ұқты да әкесіне қарай тез бұрылып кетті. Байтас пен Жорға Жұмабай да анадайдан аттарынан түсіп жаяулап жетектеп Құнанбайға қарай келеді екен. Бірақ өңі сұп-сұр зор денелі бурыл сақалды Құнанбайдың жалғыз көзі бұларды емес, батыс жақтан 4-5 атты жолаушы келеді екен. Осыларға қарап тұр дейді. Мына үйдің алдына келіп Ұлжан және Айғыз басқа да әйелдер шығып тұр ғой Абайдың алдынан. Абай осыларға қарай келген кезінде Ұлжан сілтеді, ар жағында әкесінің тұрғандығын. Сөйтсе мына жақта әкесі тұр. Бірақ әкесі Абайға қарайлап тұрған жоқ, әкесінің көзі айдылады. 4-5 салт атты келе жатыр, солардан бірдеңе күтіп тұрғандай сол жаққа назар аударып тұр дейді. Содан бұл жерде Құнанбайдың бейнесі көрсетіліп тұр. Өңі сұп-сұр, денесі зор, сақалы бурыл дейді. Бурыл ақпен қара араласқан түс, иә. Сондай бурыл сақалды, зор денелі, өңі сұп-сұр Құнанбайдың көзі бұларды емес. Және ол жалғыз көзі дейді. Мынау естеріңде болсын. Құнанбайдың бір көзі енді бұл шығарманың ішінде жазылмайды, бірақ бір көзі соқыр көрмейтін болған. Сондықтан жалғыз көзі деп айтылып тұр. Байтас пен Жұмабай тақай бергенде Абай да қасына кеп қалып еді. Үшеуі бірдей амырап сәлем берді. Құнанбай тез бұрылып сәлемдерін алдыра қысқа ғана амандық сұрап тұрған орнынан қозғалған жоқ, баласын да қасына шақырмады. Азғандай уақыт Абайға қарап алып барып, балам, бойың өсіп ер жетіп қалыпсың, молда болдың ба? Бойыңдай боп біліміңдей өсті ме деді. Кекету ме жоқ күдік пе, түсініксіз дейді. Қараңдар.
Дәл осы нұсқау бұты да келді. Балам, бойың өсіп ер жетіп қалыпсың, молда болдың ба, бойыңдай болып біліміңді үстіме деп абайға сауал қойған кім деген ұбытыда сұрақ болды. Жауабымыз Құнанбай, әкесі. Бала ес білгеннен бері әкесінің қабағын жұтаң қыста күн райын баққан кәрі бақташтай бағып өскен дейді. Әкесі де бұл баласының сондай сезгіштігін өзге балалардан артық санаушы еді дейді. Бұл жерде абай білет, әкесінің үндемей қалғандығын, баланың үндемей ұялып жауап қатпай қалғандығын жек көретін, кешірмейтін білет те. Абай не істейді? Шүкірлік әке деп біраз тұрады. Біраз тұрды да, ат барған соң дәріс тәмам болмаса да хазіреттің рұқсатын фатихасын алып қайттым деп жауап берді дейді. Сөйтсе тіпті ересек адамша сөйлеп қапты. Баланың бұл ерте әзірлеген жауап еді дейді. Әкесінің қасында тұрған Майбасар мен соның атшабары. Майбасар деген кім енді? Әкесінің қасында Майбасар мен оның атшабары тұр. Атшабар бұл атты жетектеп жүретін адам. Ал атты жетектеп жүретін және анау-мынау жерге жұмсайтын адамы. Майбасар бұл Құнанбайдың 4 тоқал шешесінен туған інісінің бірі. Яғни Құнанбайдың әкесі Өскенбайдың екінші немесе үшінші әйелінен туған бала Майбасар. Ол Құнанбайдың інісі болып саналады. Бұны биыл Құнанбай өз аға сұлтан болғаннан кейін осы тобықтыға болыстық старшын етіп сайлап қойған дейді. Құнанбайдың өзінің лауазымы міне аға сұлтан екен, ал Майбасардың лауазымы болыстық старшын қызметін атқарады. Болыстық старшын одан кейінгі қызмет. Аға сұлтан сол елге, сол руларға жауап беретін болса, болыстық старшын содан кейінгі лауазымды кісі, яғни ол да жеке заң шығарып, біреулерге жаза кесе алмайтын болса да, өзіндік бір рөлі бар және лауазымы бар аға сұлтаннан кейін. Майбасар Абайдың жауабын атып тұрып, өз тіпті көшелі кісі болып қапты дей беріп еді, Құнанбай оның сөзін аяқтатпастан Абайға басқа бір сөз айтыр еді. Міне, өзі тіпті көшелі кісі болып қалыпты, ересек адамша сөйлеп қалыпты деп Абайға қарап таңданып тұратын кейіпкер, жауабын ататын кейіпкер ол Майбасар. Құнанбайдың туған інісі. Бар, ана шешелерің жаққа бар, амандасып балам деп Құнанбай Абайден да шешелер жаққа жұмсап жібереді. Бала енді асығып өз шешесіне қарай жақындай беріп еді, Жұманның қатыны Қалиха деген бір жеңгесі. Телғара айналайын, телғара, соқталдай азамат болып кетіпсің-ау деп мойнынан құшақтай алып бетінен сүйді. Тағы бір жеңгесі Ызғұттының қатыны Тоғжан да сүйді. Бұл жерден жеңгелердің барлығы шалу Абайдың бетінен сүйіп жатыр. Барлық үлкеннің құшағына амалсыз кезек-кезек кіріп болып, енді сытылып шешесіне қарай баса берді. Абайдың өз шешесі Ұлжан мен екінші шешесі сұлу жүзді айғыз қатар тұр екен. Кезек өз шешесіне келгенде ол сүйген жоқ, қатты бір қысып бауырына басып тұрды да маңдайынан иіскеді дейді. Абайдың байқасаңдар, әкесі де шешесі де бір салқынғанды кісілер. Абайдың әкесіндегі тартымды салғындық шешесіне де көптен бергі мінез болған. Бала осыдан арғыны күтпеуші еді, бірақ бауырына басқаның өзінде де Абайдың жүрегін қатты-қатты соқтырған аса бір өзгеше шағындық білінді. Ана құшағы. Ұлжан көп ұстаған жоқ. Әжеңе бар, әнекей деп үлкен үйдің алдына қарай бұрып жіберді дейді. Сөйтіп кәрі әжесі Зереге қарай Абай жүгіре жөнелді. Зере бәйбіше таяғына сүйеніп ұрсып тұр екен. Жаман неме, маған бұрын келмей әкеңе кеттің-ау, жаман неме дей беріп қасына құшағында немересі барғанда, жаман неменің артынан лезде қарашығым, қоңыр қозым, Абай жаным деп кемсеңдеп жылауға айналып кетті дейді. Әжесі құшақтаған бойында үлкен үйге кірген Абай ымырт жамылғанша осында бол. Ас бере отырып бойлар үйреніскен сайын шеше жеңгелері балаға сұрақтар қоя бастады. Мына жерде байқасаңдар, Абайдың әкесі де шешесі де салқынғанды. Әкесі жаңа барған кезінде балам, бойың өсіп ер жетіп қалыпсың, сенің бойыңдай болып, білімің де өсті ме деп сондай сұрақтар қойып, ересек адаммен сөйлескендей болып, тек жаңағы үшеуі бірге кірген кезде бірге амандасып дегендей ерекше бір жылулық танытқан жоқ. Одан кейін анасы Ұлжан да тек бауырына басып маңдайынан иіскетті қоя берді. Тек мына әжесі Зере ғана ерекше мейірленіп еркеледі Абайды байқасаңдар. Енді үйге кіргеннен кейін ас бере отырып, бұларға қандай сұрақтар қояды? Абайға айтады: "Кімді ел сағындың ба? Кімді сағындың?" деп сұрайды. Мына өте маңызды сұрақ. Абай сонда Оспан қайда? Ол қайда жүр деп жауап береді. Сөйтіп өзінің Оспан сағынғандығын білдіреді. Өзінің кіші інісін, тентек інісін Оспанды бірнеше рет сұрайды. Ұлжан басында ол сұраусын елеусіз қалдырып, артына тағы бір айналғанда: жүрдағы жынды неме. Бүгін осында маза бермеген соң әжең екеуміз қуып шыққанбыз" деп әжесіне нұсқады. Әжесі өзіне байланысты бір нәрсеге ишара қылып отырғанды көріп: "Не дейді? Не деп жатсыңдар? Естімедім" деп еді. Абай Оспан жайын айтып кеп қатты сөйлеп: "Әже-ау, былтыр мұндай емес, сен құлағыңа не болған? Неге естімейсің?" деді. Көптің ортасында отырса да еріксіз жапа-жалғыз болып оқшауланып қалған әжесіне жаны ашып құшақтап алдына жантайды. Әжесі түсінді де азғана босаңсып: "Үшкірсе кейде ашылып қалады, үшкірген жағады" деді. "Үшкірсе мына балаң молда болып келді ғой, үшкірт балаңа" деп айғыз күлді. Сорлы кәрінің көңілінде ода болса демеу ғой деп үйдегі үлкендер, әсіресе жеңгелер Абайдан шын бір демені дәметкендей қарап қалды.
Абай кәдімгі молдырай шарт жүгініп алып түсін томсартып жіберіп шешесіне төніп отырып үшкіріп дейді. Yüzü раушан, көзі гауһар, лағылдық бет ұшы ақмар, тамағы қардан әнбехтар, қашын құдырат қолы шиға деп көпшілік оға қоймайтын өлеңді шұбырта беріп даусын тәбәрә оқыған молдаларша ұзарта созды. Тағы да көзін жұмып түсін томсарды құран аударған молдырай ілгері кейін теңселе беріп, ұшады бозша торғай көде нықтап, басасың аяғыңды нықтап, кәрәжем естімейді нана берсін берейін өлегімен шыны шықтап деп өзінің әзілдеп отырғандығын білдірді. Үшкіру деген негізі қыздар жігіттер бұл діни жаңағы не дейміз, дем салу деп айтамыз ғой біз, сол сияқты түрлі сүрелер оқып жаңағы үшкіріп береді. Сөйтіп суф деп қойдырек үйдің іші енді сезіп барып ду күлісті оның әзілдеп отырғандығын. Соңғы өлеңнің тұсында әжесі де түсінді. Ол үні өшіп сүйсініп күліп баласын арқаға қағып маңдайынан иіскеп отырды. Ұлжан тартымды болумен қатар сыншыдан баласының жаңағы мінезіне біраз ойланағаны қарап отырды. Биыл денесі өскіреңдеп қалған баласы мінез жағынан да ересек тартқан сияқты. Ұлжан көппен бірге күлген жоқ еді. Енді байқай отырып ақыр мырс етті де, балам-ау, қаладан молдалық әкелеме десем, нағашыңа тартып қайтқанбысың, немене деді. Үлкендердің бәріне бұл өте түсінікті еді. Жаңағы бала мінездің дәл шешуі сияқты болып қайта күлді. Бәсе, шаншар, битан, шитан, тонтекенің жиенім деп тұр екен ғой десіп, Абайдың нағашылары есін алыстырды. Ұлжанның жаңағы ағалары шаншар, битан, шитан, тонтекеңдер, тонтайлар есіне түсіреді. Себебі олар Абайдың нағашы жағы өте әзілқой, көңілді кісілер болған екен дейді. Жазыла молдыран да ұят болды деп Тонтайдың айтатын сөзін негізі мысалға келтіреді мына жерде, бірақ оны жазбапты. Тонтай деген Абайдың нағашы ағаларының бірі ғой. Сол Тонтай ауырып жаңағы енді мына кісіні емдету керек, я болмаса дем салу керек деп молдалар келмей ма иманын үйіруге. Сөйтіп бірнеше рет иманын үйіріп, бірақ Тонтай ұзаққа дейін дем үзілмейді. Сол кезде айтқан дейді. Жазыла молдадан да ұят болды деп, жазылып кете бердік қой аяғында деп ше. Сөйтіп жаңағы Абайдың нағашыларын еске алады. Сондай бір әзілқой, көңілді кісілер болған, тіпті өлер алдында да әзілдеп жатқандығы мысалға келтіріп тұр. Абай, шырағым, сені әкең шақырып жатыр дейді. Бір кезде Қамысбай келіп тұр. Қасында тұрған Құнанбайдың қаба сақал қара Қамысбай. Үй іші де Абайды үн қатқан жоқ. Бағанадан бері еркін ойнақы бала мінездің бәрінен тартынып бойын жинап, бала шәкірт үндемей үйден шықтыра әкесі отырған үйге келді. Қонақ үй шешелер үйінде емес, сыртынан да салқын үнсіз екен дейді. Мына қонақ үй жаңағы шешелері келген үйдегідей көңілді жаңағы жайдары емес, керісінше салқын үнсіз үй екен дейді. Абай есіктен кіре үйде тұрған үлкендерге ашық дауыспен айқын етіп сәлем берді. Үлкендер де мұның сәлемін дауыстап алды. Кісі көп емес, Құнанбай мен Майбасар, Жұмабайдан басқа осы өңірдегі тобықтының белгілі үлкендері Байсал, Бөжей, Қаратай, Сүйіндік отыр мына үйдегі адамдардан. Бұл кіріп барған қонақ үйде Майбасар, Жұмабай, Байсал, Бөжей, Қаратай, Сүйіндіктер отыр, және Байсалдың немере інісі бала жігіт Жиренше бар, Шоқанның баласы. Абай келіп отырысымен ана үлкендер бұдан қала жайын, оқу жайын, сауықшылығын сұрастырып, өз үлкендер ішінде Абайға әсіресе көңіл бөлген сөзі бар жарқын жүзді Қаратай еді. Үндемей түйіліп сұп-сұр болып отырған Құнанбай ол сөздерге көп шіміріккен жоқ, қайта теріс көргенде мойын ұрып Абайға қарап, одан да не күтсеңдер де осы жаман қарадан күтсеңдерші деді. Құнанбайдың мына баласын осында шақыртып алып отырған және жаңағыдай етіп бұларға танытқалы отырған өзгеден бұрын Қаратай аңғарып қойды дейді. Не күтсеңдер де осы жаман қарадан күтіңдер дегені кімнің? Құнанбайдың осы Абайға ерекше үміт артатындығын білдіріп отырғандығы. Соны мына отырған басқа да қонақтарға сездіргісі келіп тұр. Оны бірінші Қаратай аңғарды дейді. Сөйткенше сырттан Оспан кіріп келді. Абайдың інісі Оспан кіріп келеді. Кішкене інісі өте тентек, жаңа айттық. Жаңа Ұлжан өз сөзінде жаңа осы жерде жүрген тентек болып мазамыз алып қоймағасын әжең екеуміз далаға қуып жібердік деп айтқан Оспан мына қонақ үйге келіп тұр. Кішкене інісі ауылға келгелі көп сұраса да көре алмаған тентек содыр інісі, ол сәлем беруді ұмытқан жоқ. Бірақ әкесімен өзге ешкімге қарамастан келе Абайды құшақтай алып, өзің де ең жақын көретін туысқан Абай еді. Екеудің арасы 5-6 жас. Яғни Абай бұл кезде 13-те болса, ол 5-6 жасар кішкентай бала. Қайда жүрдің деп ақырын сұраған Абайға жүресінен отырып ағасының мойнынан құшақтап өзіне қарай тартты да құлағына бір нәрсе сыбыр етті. Бұнысы бір қатты нашар боқтық сөз еді. Шеткі үйде өзінің ағасы Тәкежаннан үйреніп келіпті. Сағынған ағасымен ең алғаш тіл қатқанның өзі осы. Абай сескен құлағын тартып қап,
өй не дейсің дей беріп еді. Оспан атып тұрып мұны бас салып құшақтап, айтпа деймін анаған деп әкесі жақты нұсқап, абайдың аузын аштырмай шалқалатып жыға берді ондай. Құнанбай Атшабарға қатты әмір етіп, бар алып кет қарғыс дегенді деп Оспанның бетін бұрдыра итеріп қалды. Бала сүрініп құлай бергенде Атшабар да қармап көтере берді. Сонымен біраз тұмсарып отырып барып қайта қыбырласқанда Құнанбай ойдағы сөзін бастады дейді. Сол жерде абай бірақ әкесінің не айтып отырғандығын, оның сөз желісін түк аңдаған жоқ дейді. Мұнда енді біршама осыны тастап кеткен. Кейбір мақалдарын ғана таңдана шешіп отыр. Кейде ұғымсыз сөзден іші пысып әкесінің пішін тұлғасына қарап қадалып қалады. Тегінде ертекші, өлеңші не басқа әңгімеші адамға талай уақыт тапжылмай тесіле қарап қалу абайдың кішкентай күннен бергі әдеті еді. Адам пішіні әрдайым бұған бір тамаша, өзгеше қызық сурет тәрізденетін. Әсіресе әжімі мол үлкендер пішіні бір қызық хикая тәрізді. Енді мына жерде кімнің? Құнанбайдың сипатын айтамыз. Әкесінің ат жақты келген ұзын сопақ басының құлақтан жоғары жері қаздың жұмыртқасындай көрінеді. Яғни басы сопақша екен дейді, қаздың жұмыртқасындай. Онсыз да ұзын үлкен бетіне ұзын боп дөңгелей біткен қаба сақалы қосылғанда басы мен беті бір өңір сияқты дейді. Мына жерде ұзын боп мынандай боп не біткен, сақалы қойған. Сол қосылған кезде беті мен жаңағы басы бір өңір сияқты, екеуі бір сияқты көрінеді дейді. Сонда Құнанбайдың жалғыз сау көзі оның көтеріңкі жалтымсылығын сол иығына шығып алып, қалғымай сақшыдай бағып осы өңірді қалт етпей күзетіп тұрған сияқтанады. Салғырттығы жоқ сергек қатал күзетші. Енді Құнанбайдың жалғыз сау көзі бар екендігін тағы қайталап өтті. Сақшыдай бағып тұрғандай, осы өңірдің қалт етпей күзетіп тұрған күзетші сияқты өзі дейді. Жалғыз көзі шүңет емес, томпақша екен. Тесіле сыздана қарап тұр, кірпігін де серек қағады. Иығына бота ішігін жамылып шалқия отырып сөйлеген Құнанбай осы үйде әркімге қарамайды, қарсысына таман отырған сүйіндікке ғана қадалып сөйлейді. Осы үйде қаншама адам отыр, бірақ Құнанбай ешқайсысына қарамайды, тек қана кімге қарап сөйлеп отыр? Сүйіндікке қарап сөйлеп отыр. Енді сүйіндіктің қандай қатысы бар? Сақал шашы бір реңдес, қара бурыл сүйіндік оқта-текте бір қарап қойған болмаса, Құнанбайға тесіле қарамайды, көзін төмендете береді. Құнанбай сүйіндікке қарап отырса да, сүйіндік Құнанбайға тура қарай алмайды, көзін төмендете беріп отыр қайта-қайта. Абайға оның пішіні көп кездесетін әңгімесі аз пішін сияқты. Бөжей де оншалық өзгеше емес. Түсі ақ сүр келген, өзі қоңыр сақалды, кесек мұрынды. Бір минут. Бөжей осы отырған адамдардың ішінде бәрінен де сұлу сияқты. Бетінде оның әжімі де аз екен дейді. Бұл маңызды. Қыздар, жігіттер, мұндағы әрбір кейіпкердің сипатын естеріңе сақтап болыңдар. Әсіресе осы жиында отырған. Бұлар Қодар Қамқаның жайын шешкелі отыр. Сөйтіп Құнанбай жинап алған адамдар, ру басылар бәрі де. Бұндағы Бөжейдің сипаты міне, түсі ақсұр, өзі қоңыр сақалды. Осы отырғандардың бәрінен де сұлу, бетінде әжімі де аз осы екен дейді. Құнанбайды жаңа айттық, беті мен сақалы бір өңір сияқты болған, басы сопақша, қазы жұмыртқасына ұқсайды және қаба сақалы бар, дөңгелене біткен. Құнанбай ұзақ сөйлеп отырған кезде Бөжей қыбыр етіп қозғалған жоқ. Көзін де төмен салған қалпынан бір көтермеді. Сондықтан оның ұйықтап отырғаны я ойланып отырғаны мәлім емес дейді. Жаңа сүйіндік Құнанбайға бір қарап көзін төмендетіп алып отыр ғой. Ал Бөжей тіпті басын көтерді, қараған жоқ дейді. Төмен салған күйі басын бір көтерген жоқ. Оның ұйықтап отырғаны, я қалғып отырғаны, ойланып отырғаны түсінікті емес, сондықтан дейді. Бұл енді Абайдың барлап көріп отырғаны. Абай келді және үй ішінде қаншама дастарханның басында ойласып отырған адамдарға Абай қарап отыр. Сол кезде көріп отырғаны сүйіндік. Анау Құнанбай мына сүйіндікке қарап сөйлейді. Отырғандардың ішіне Бөжей тіпті басын көтермейді. Құнанбайға бұлардың ішінен көз алмай қырандай қарап отырған дәл төрдегі Байсал ғана дейді. Сол үштегі адамдардың ішінен тек Байсал деген кісі ғана Құнанбайға тік қарап отыр. Бұлардан басқа барлық салқын томсарған жандар ішіндегі ең жандысы, ең шапшаң қағылезі Қаратай мен Абайдың қасындағы Майбасар. Осы жердегі ең шапшаң қағылез, яғни тез қимылдайтын, тез түсініп тыңдап алып отырған ол Қаратай мен Майбасар еді. Үлкендер тобына бір жақтан әкеден төмен отырып телміре қараған Абай болса, дәл осы тәрізденіп барынша бой салып отырған ана шеттегі жас жігіт Жиренше. Бұл жерде жас жігіттерден Жиренше бар. Жиренше деген ол Көтібақ ішіндегі Байсалдың жақын туысқаны Шоқанның баласы. Көтібақ деген бұл ру аты. Сол рудан шыққан Байсалдың жақын Шоқан деген туысқаны бар. Жиренше содан туған бала. Яғни Абаймен қатарлас жас жігіт ол да Жиренше деп. Қыздар, жігіттер, мына өте маңызды, бұл отыра сұралған сұрақ. Дәл осылай келді. Көтібақ ішіндегі Байсалдың жақын туысқаны Шоқанның баласы. Абай жолы шығармасындағы ол Жиренше. Жиренше қабағын бір шытып қозғалақтап қалып,
Абай енді байқады, әке сөзін аяқтап келеді екен. Қодар сұмның қылығы сырт елдің алдында менің бетіме салық болса, осы елге өз келеңе келгенде осы отырған бәрімізге де салық. Мына отырған сендерге салық деп бас тоқтап Сүйіндікке қадалып отырған жалғыз көзін енді төрдегі Байсалға аударды. Одан өзінің оң жағында тұрған бөжейге қарады. Бөжейге қарады. Бірақ бөжей мен Байсал мызғыған жоқ. Ендеше өлімнен ұят күшті. Ел көрмеген сұмдыққа, ел көрмеген жаза керек деп Құнанбай байлауын айтты. Яғни, мына қодардың жасаған сұмдық әрекеті елдің алдында тек маған ғана ұят емес, менің ғана бетіме салық емес, ол отырған бәріңе де ұят болу керек. Себебі бәріміз бір рудан, бір атыран тарағандарымыз, бір елдің жыртысын жыртамыз дегендей деп Сүйіндікпен кімге? Байсалға қарап отыр. Одан кейін бөжейге қарайды. Олардың ішінде бірақ бөжей мен Байсал бастарын көтеріп бұған қарамайды. Құнанбайға қарамай қояды. Сөйтіп Құнанбай соңғы байлауын айтады. Ендеше өлімнен ұят күшті деген. Ел көрмеген сұмдыққа ел көрмеген жаза керек дейді. Құнанбай бұлай беттеп алғанда қайтарулар қайрымы жоқ. Оны үлкен қыры болған, оны бәрі біледі дейді. Яғни Құнанбай бір нәрсеге байланды ма, бір нәрсеге шешім қабылдады ма, еш уақытта қайтпайды. Оны отырғандардың бәрі біледі. Бөжей білсе, Қодар жайы Құнанбайдың тағы бір қыры болмақ. Осал емес, үлкен қыры болғалы тұр. Бірақ Құнанбайдың мықты жері тобықты іші болса, әлсіз жерде осы тобықтың ішінде құс қанатымен ұшып, құйрығымен қонады. Сол қанатымен құйрығы ел ішінде өзі тұстас рубасылар осы Байсал мен бөжейлер еді дейді Құнанбайдың. Яғни Құнанбайдың мықты тұсы да тобықтының ішінде, осал тұсы да тобықтың ішінде. Себебі Құнанбайды жақтап мақтайтындар да тобықтың ішінде жүр, және оны даттап жақтырмайтындар да тобықтың ішінде, өз руластарының арасында. Оған мынандай бір мақалды мысалға келтіріп тұр. Құс қанатымен ұшып, бірақ құйрығымен қонады дейді бәрібір. Сол қанатымен құйрығы мына Құнанбайдың ел ішіндегі өзімен тұстас рубасылар болып тұр. Әсіресе осы Байсал мен бөжейлер дейді. Яғни Байсал мен бөжейлер бұның болашақ бір сөзге келуі әбден мүмкін адамдар екендігін көрсетіп тұр. Тобықты көп рулы ел болғанымен барлық үлкен шеңбердің таразысы осы отырған 5-6 адамның руларымен өлшенеді. Әсіресе рубасы осы адамдардың өздерімен салмақтанады. Сонда Құнанбайдың оң жағында отырған бөжей бұл жігітектің адамы, тобықтының ішінде жігітек. Бұрын орталарынан Кеңгірбай да теріс азу мықты би шыққан еді. Жігітектен кім шыққан дейді? Кеңгірбай деген мықты би шыққан. Кеңгірбайды сендер осыған дейін Еңлік Кебек поэмасында кездестірдіңдер. Еңлік Кебек поэмасында Кеңгірбай Қабекең деген атпен жүреді. Мына Кебек пен Еңліктің оқиғасына өзінің байлауын айтатын би, тобықтыдан шыққан би. Яғни тобықтының ішінде жігітектен мына Кеңгірбай деген би шыққан кезінде қазір оның рубасы бөжей екен дейді. Байсалда сондай мол ру Көтібақтың тұрғысы. Яғни Көтібақ деген жаңағы кімнен тарайтын, тобықтыдан тарайтын бір ру бар. Бұл ру ең тентек, ең содыр, жаңағы ең не ру? Қызуғанды ру екен дейді. Сүйіндік осы ағайынды елдер ішіндегі ең азы бөкеншінің кісісі. Мал дүниеге шағында осылар бөкеншінің кірмелеу туысы Борсақ. Жаңағы бұлар сөз қылған Қодар сол Борсақ болатын дейді. Яғни не үшін Құнанбай қайта-қайта Сүйіндікке тіке қарап сөйлеп отыр? Сүйіндік неге басын алып қашып, көзін неге тіке қаратпай отыр? Себебі мына бұлардың кінәлап отырған Қодар атты кісісі Борсақтан шыққан. Ал Борсақ кімнің туысқаны? Сүйіндіктің туысқаны. Борсақ пен бөкенші екеуі бірге туған. Сүйіндік бөкенші, Қодар Борсақ. Екеуі де малға дүниеге ең шағындар. Шағын деп отырғаны осылардың ғана жағдайы кішкене нашарлау мына отырған адамдардың ішінде дейді. Құнанбай болса Ырғызбай руынан. Бұл бас жағына келгенде жігітектен де Көтібақтан да аз. Бірақ әрі малды әрі көптен бері тобықтыны билеп төстеп келе жатқан ауылдар. Ырғызбай осы ұзақтан бері тобықтыны бір өзі билеп төстеп келе жатыр. Бірақ мына отырған рулардың ішінде ең малы аздауы, әрі адам саны да аздауы осылар еді. Жоқ, адам саны аз, бірақ малы көптер осылар. Туыс жағын алғанда бөжей мен Сүйіндіктен гөрі Құнанбайға Байсал жақын. Сойыл соғарға келгенде, қолға санға келгенде Құнанбайды мықтап сүйенетін сол Байсалдың елі Көтібақ. Оны әлі күнге дейін өз ырқынан шығарған емес дейді. Құнанбай яғни өзіне осылардың ішінде ерекше кімді жақындатады екен? Байсалды жақындатады екен. Себебі Байсал бұған туыстық жағынан өтті жақын болып келеді. Әрі қолға санға келгенде Құнанбай осыған сүйенеді. Себебі жаңа айттым, Байсалдың руы Көтібақ, бұл қызуғанды жігіттер мықты болып келетін, ештеңеге қарамастан білек күшін көрсететін адамдар болғандықтан Құнанбай осыған сүйенеді. Қаратай болса, бұлардың барлығына да алыстау.
Арағайын тәрізді Көкше деген рудың атқа мінері. Тіпті қатысы жоқ осыларға дейді. Осы отырған рубасылардың мінезі, артта жүрген үлкенді кішілі атқа мінер, ақсақал, қарасақалының бәріне де мінез тәсіл бола жүреді дейді. Құнанбай қасында қой көздеп сұлуша майбасар старшын болды да өз ұстарынан да Құнанбайдың жақындарынан да ажырай бастады. Қазір Құнанбай алдынан жастан бергі дағдысы бойынша дүме отырғанымен бұл ерен бүлік сотқар адам дейді. Яғни майбасарды айтып отырмыз. Бұл Құнанбайдың алдында үндемей отырғандығымен өзі бүлік сотқар адам еді дейді. Айтпақшы, жоғарыдағы міне Қаратайдың руы Көкше деп айттық. Жаңағы өзі кедей жігіт. Мына жерде негізі бір шама қатар бар, Қаратай туралы айтылатын, үзіндіден алып тастаған екен. Өзі кедей жігіт, бірақ осы Құнанбайлардікіндей малы болса қолында, онда одан асқан адам болмаушы еді, одан билігі жүретін адам болмаушы еді деп айтылатын тұсы бар. Бірақ Қаратай қазір бұларға ешқандай жақын емес, малы жағынан да, бас жағынан да аз адам. Көкше руынан деп айтамыз. Бүгін бөжейлердің Құнанбаймен іштей суысуына себепші болған да осы майбасар еді дейді. Мына отырған майбасар бар ғой, Құнанбайдың көзінше жаңағы сыпайы болып қалатын, бірақ өзі бүлік сотқар адам. Осы кезде жиренше Абайға ым қақтыра тысқа шығып кетті. Абай Қодардың қылмысы не, өзі кім екенін білмеген қалпында болатын. Ол жалғыз ақ Дарғасу деген жерде ішінен біртүрлі тіксініп қалып, әкесіне сене алмай сескене қарап, соны істейді-ау деп бір ойлады. Бірақ байқап болжап көрсе, дар деген қырда, бұл елде әсте болмаған нәрсе, естіп көрген де емес. Енді есіне түсті, Жұмабай қалада бұған түсініксіз біраз мінездер істеген. Хазіретке сыйға апарам, Құнанбай жіберді деп қысырдың бір семіз қара көк құнашын жетектеп жүргенді. Құнан шығарын. Абайдың молдасы және мешіттің имамы Ахмет Ризаның үйін сұрап алып, артынан Абайға молданың үйіне ертіп жүр деп бұны бірге ала барған. Кейін үйге кіргенде Жұмабай Құнанбайдан сәлем айтты да, мына баласына өзіңіздің шәкіртіңізге фатиқасын сұрады бет деген. Хазірет Абайға қол жайып бата берген, содан кейін Құнанбайдың айтқан сәлемі сұрап кел деген бүлкен сөзі бар деп Жұмабай Абайға бір Хазіретке бір қарап тұрды да Абайды сыртқа шығарып жүреді. осы жерде құпия сөйлес деген, балам сен сыртқа шыға бер деп Абай шығарады. Бұл уақытта жиренше соңғы атқа шідер салып отқа жіберіп жатыр екен. Мынау Абайдың оқуда жүрген кезде қайтар уақытында Жұмабай жаңа басында айттық қой, бір шаруамен бара жатыр. Ол шаруасы сөйтсе жаңа Ахмет Ризадан Қодардың не істейміз, дінде оған қатысты қандай дау бар, қандай шешім бар деп сұрап келіп тұрғандық екен дейді. Абай бірақ оны білмейді, себебі Абайды Ахмет Ризаға дейін ертіп алып барады да ары қарай сөйлесетін кезінде Абай сыртқа шығарып жібереді. Соны есін алып отыр Абай. Бұл уақытта жиренше соңғы атқа жедер салып отқа жіберіп жатыр екен. Есік ашылған жерде Абайды көрді де ақырын дауыспен Абай бері кел, мұнда кел деді. Абай бұған жетер жетпестен өй жиренше, жаңағы осы Қодар кім? О не қылған? Айтшы деді. Қодар жақыны жоқ, жалғыз үйлі бір борсақ. Ал ол не қылған? Сол биыл қысты күні жалғыз баласы өлгеннен кейін келінімен жақын бопты дейді деп жиренше жайып салады. Сол рас па екен деп Абай қадала сұрады. Бәсе, сол анық танығым бәлім емес, сүйіндіктің жаңағы анығын білейік деу сол ғой деп жиренше салмақты болып сөйледі. Ендеше бекер жаладағы, тіпті солай десетіндер де көп өзі дейді. Абай әкесінің жаңағы Дарғасу деген жердегі аяздай суық пішінін еске алып, шешесінің үйіне қарай беттеді. Жиренше басқа да бірдеңелер сөйлеспек боп бөгемеген, қайырылған үндеген де жоқ, кете берді өзі дейді. Сонымен Абай жайды білді. Сөйтсе бұлар айтып отырған Қодар борсақтан шыққан, бұлардың туысы болып келетін жалғыз үйлі кісі екен. Ол борсақты не деп кінәлап отыр? Жақында баласы қайтыс болған, жалғыз баласы өлгеннен кейін артында қалған келінімен жақын болды деп кінәлап отыр екен дейді. Енді ары қарай оқиға қалай жалғасады? Келіні жаңа ыстып әкелген құрт қосқан қонақ көжені анда-санда бір ұрттап отыр Қодар. Қарағым қамқа, бүгін күн жұма ғой осы деп. Аздан соң екеуі де тысқа шықты. Бұлардың алдында кішкене көк төмпешік үстінде құбыла жақтағы серек тас шошайған жалғыз жас бейіт қана тұр. Көздері де көңілдері де сонда. Қодар батыр денелі 60-қа жаңа кірген буырыл қарт еді. Жалғыздықпен осы қаралық иықтан баспаса өмірдің оның мойытар өзге күші жоқтай. Ол жасында найзагер батыр болған екен. Осы жасына шейін өз қасиетін жоятын жаманаттан да аулақ. Яғни Қодар 60-қа жаңа келген батыр денелі буырыл қарт. Ол жасында найзагер болған екен дейді. Өзі жаманаттан аулақ осыған дейін. Соңғы 6 айдың ішінде барлық жалын атқан қайғысы жалғыз баласы Құтжанның жайы. Ұлының есімі кім екен? Құтжан екен. Бұл маңызды. Мән беріңдер. Қодардың келінінің есімі Қамқа, ұлының есімі Құтжан. Өзі қай рудан дедік? Борсақ деген рудан. Борсақпен кім бірге туған? Бөкенші бірге туған. Борсақтан шыққан ол кім болса, Қодар болса, Бөкеншіден тараған ол Сүйіндік. Сондықтан да Сүйіндік ана жиынның үстінде Құнанбайды арға саламыз деп жатқан кезде қайта-қайта ара түсе береді.
ендігі үміт не? Құлазған қу өмірде тірек не? Жалғыз жанкүйері мынау қайғыдан сөніп бара жатқан санадан солған бейшара келін. Бір кезде бұлардың сырт жағынан дүрсілдетіп келіп қалған бірнеше аттының дабыры естіліп қалды. Қодар да қамқа да бұрылған жоқ. Аттылар мінбелеп кеп түсіп жатты. Бұлар 5 кісі екен. Бастығы Майбасардың қара сақал атшабар Қамысбай. Қалғанның екеуі бөкенші, екеуі борсақ. Қодар мыналардың әдейі келген жайын байқап бұрылды да сабырлы суық жүзбен: "Нелерің бар жандарым?" деп еді. Қамысбай тепсініп кеп: "Неміз болушы еді, сендерді ұлық шақыртып жатыр. Мына Қарашоқыда елдің игі жақсы жиналып отыр, тосып отыр" деп. "Жақсың кім? Ұлығың кім?" "Ұлығым старшын Майбасар, оның бастығы Құнанбай" деп айтты дейді Қамысбай. "Мына келінің мен екеуіңді жауапқа шақыртады. Тұр, жүріңдер. Сандалып жүрмісің? Не ақың бар? Не дейсің? Әкім шақырса ақыңды не деймісің? Құдай жүзін көрмегір, мынау не? Кім өзі әкірең?" деген деп Қамқа қаны қайнап қатты ашуланды осы өздері. Сөйтіп Қодар мен Қамқаны бұлар өңгеріп алып кетеді Қарашоқыға жауапқа тартуға. Қарашоқы Қодардың қыстауынан алыс емес еді. Шыңғыстың үлкен бегінің бірі. Қамқа жиыннан шошып кетті. Жолшыбай сұрамаса да енді ауылға тақала бергенде Қамысбайдан: "Жаным-ау, адам баласысың ғой, осы айыбымыз не? Не қылмақсыңдар? Айтып өлдірсеңдерші" деді. Бұған шейін ләм деп жауап қатпаған Қамысбай енді ғана тіл қатып былай деп айтты Қамқаға. Қодардың келіні Қамқа жолда бұны алып келе жатқан Қамысбайдан сұрап тұр: "Не болды? Бізге айтып өлдірсеңдерші ең болмаса" деп. Сонда Қамысбай былай деп айтады: "Анау атаңмен Қодармен жақын болған үшін қазір екеуің де жайрайсың" деп айтты дейді. Ол осыны айтып Қамқа не дер екен деп еді. Байқаса Қамқада үн жоқ. Бір ғана ыңырандыра сылқ етіп аттан құлап барады. Сөйтсе Қамқа бұны естіген кезінде талып қалады. Қамысбай өзі де аттан жығылып қала жаздап Қамқаны құшақтап қысып алдыра желіп отырып жиынның алдына келді. Алдыңғылар Қодар түсіріп жатыр екен. Бұда кеп Қамқаны сүйемелдей ұстап тұрып, өзі бұрын түсіп, артынан келіншек түсірді. Қамқа түскен жоқ. Былқ етіп құлап жығылдыра талған бойында жерге сұлқ жатып қалды. Қодардың алдында 100 қаралы жиын тұр. Ортасында Құнанбай, Бөжей, Байсал, Қаратай, Сүйіндік, Майбасар бәрі бар дейді. Енді елестетіңдер, мына 5 салт атты кімдерді алып келді ғой? Қодар мен Қамқаны алып келді. Сол Қодар мен Қамқаны түсірген кезінде алдында көп қаралы жиын тұр дейді. Алдында кімдер тұр? Құнанбай, Бөжей, Байсал, Қаратай, Сүйіндік, Майбасарлар тұр. Бұны көріп Қодар сәлем берген жоқ. Өзі таңулы тұр әрі. Бұны байлап тастаған. Ішінде удай қайнаған ыза мен ашу бар дейді Қодардың. Сөйтеді Қодар айтады: "Жиын ортасында жалғыз көзі бұған оқтай қадалып тұрған Құнанбайды танып, соған қарай түйіліп қатты ақырып жіберді" дейді. "Вай Құнанбай, мені Құдайдың жылатқан азып еді. Бұл не қылған қырсығың?" дей бергенде Майбасар бастаған әулекі жуандар: "Тарт тіліңді, жап аузыңды" деп арс-арс етті дейді бәрі. Құнанбайға жаңағы Қодарша зекіп сөйлеген қарсылық сөздерді олар естіген емес дейді. Осыған дейін Құнанбайға біреудің солай дауысын шығарып "Вай Құнанбай" дегенін мыналар естімеген екен дейді. Сол үшін бұлар жан шықты дейді. "Тарт тіліңді, жап аузыңды" деп. Қодар аз үндемей тұрады да, аналар басыла берген кезде: "Ел жұртқа масқара етіп, қор етіп, анау соқыр көзіңнің құнын менен алайын деп пе едің" дегенде Құнанбай: "Шығартпа үнін, жоғалт көзін" деп айтады дейді. Қодар саспастан тұрып қарсы ақырады: "Иә, мен көк ит болсам, сендер көп итсіңдер, жабыларсың, таларсың да жерсің" дегенде Қамысбай мен бағанағы 4 жігіт Қодарды сүйретіп бара жатып, Қодар зор дауыспен барынша шырқап: "Ақ қарамды тексермедің бе, өңшең қан жұтқан қара беттер" деп қанталаған көзімен Құнанбайға бұрылып атып жіберердей қарады дейді. Бірақ осы кезде мойнына шылбыр түсіп қалып еді. 5-6 кісі табжылтпай түйенің қабырғасына басып жығып ұстап тұрды. Қодар тағы лағнет айтып айқайлай беріп еді. Сыртынан бір қатты күш тарпып серпіп жібергендей болды. Тұрып бара жатқан түйенің қабырғасы қаққан екен. Осыдан әрі мойнынан лық етіп темірді қысып жанын суырып әкетіп бара жатқан таудай ауыр күш басты дейді өзін. Көзінің оты жарқ етті де сөніп бара жатты. Жиында үн жоқ. Түйенің ар жағында Қодармен тең қып асқан Қамқа түйенің тұрысымен бір сәтте үзіліп кетті. Қодар бір жиырылып, бір созылып тез өле алмады. Дәті шыдамаған Байсал кейін бұрылып шетке шығып кетті. Сөйлеген жер болса сабырмен ғана сөйлейді. Қаратай Бөжейге күбіретіп: "Өле алмай қиналды-ау бақыр. Бейшара жаңа білдім, арыс екен ғой" деп айтты дейді. Бөжей мұның бетіне қатты сұрланған жүзбен ажырайып қарайды да: "Арсыңды ендеше арыстан жет" деп сырт айналып кетті. Құнанбай жұрттың күбірі көбейіп бара жатқанын енді сезді. Өлтіргеннен де қинау батқан тәрізді. Оң қолымен қатты ишарат қылып түйені шөгер деп бұйырды дейді. Шөгер деп бұйыру себебі бұл түйенің бір жағына Қамқан асқан болса, екінші жағына Қодар асты. Түйені көтере берген кезінде Қамқа тіл тартпастан бірден өліп кетеді. Қодар тірі қалады. Себебі Қодардың
денесі ірі, бойы ұзын болады да, түйені тұрғызған кезде түйемен теңдесіп тұрады. Сөйтеді де мынаның кімнің Қодардың жаны шығып болмайды. Бұны көрген кезде айналасында тұрғандар сөз етіп бастайды. Жаны қиналды, мынаның өле алмай қиналды, бақыр. Жаңа білдім, өзі арыс екен ғой деген сияқты. Бөжей сол кезде қатты жаңа кімге? Қаратайға қарап, ендеше арысыңды арыстан жет деп сырт айналып кеттірейді деп ренішін білдіріп тұр Бөжей осы жерде. Түйе шөккенде қамқа серейіп сұлық түсті де Қодар өлмеген екен, бүктетіліп түсті. Сол арада жұрттың есін жиғызбастан Құнанбай қасындағы құзды көрсетіп, шық алып мынаның басына, құлатыңдар содан кәпірді, бітсін сонымен деп айтты дейді. Бағана Қамысбай мен сол жігіттер үнсіз Қодарды түйенің үстіне көлденең салып алып, арқанмен байлатты, тау басына тарта жөнелді. Азап пен қорлық шеккен онсыз да өлдіні ауыр салмақпен көрсетіп бірақ түсті. Шеткерірек тұрған кісілерге естілгендей болып, ақырын ғана күтір етіп сүйек-сүйегі сына түскендей болды дейді. Сөйтіп мына ненің басынан лақтырып жібереді, Қодарды құздың басынан лақтырады. Сөйтеді де оларға осы жерде тұрған бәрің 40 рудың 40 кісісі кесек атыңдар деп Құнанбай оларға бұйрық береді. Дәл осы кезде Жексен ауылына төменгі тоғай ішінен шығып қатты жүріп, екі салт атты жүріп келеді. Ол Абай мен Жиренше. Абай мен Жиренше екеуі осы жиынға қатты асығып келе жатыр дейді. Себебі Абай тілейді ішінен, егер тірі болатын болса, Құнанбайдың аяғына жығылса да, аяғын құшса да, оны тірі алып қалғысы келді дейді Қодар мен Қамқаны. Себебі олардың айыпты екендігіне ешқандай дәлел жоқ еді. Кешігіп қалып, бірақ Қодар құласымен Құнанбай жаңағы әрекетін жүзеге асырып жатты. 40 ру 40 тас атыңдар оның үстінен тағы деп. Осы кезде кім келіп? Абайлар да келіп үлгереді. Өзі алдымен алады да Бөжей мен Байсалға қарап жердегі тасты нұсқап алыңдар дейді. Бұйыр айтты, аналар бағындыра тас алды дейді. Қасында тұрған Бөжей мен Байсалға тас алғызып, жаңағы құздың басына кімге лақтырғызып тұр? Қодарға. Міне шариғат бұйрығы, атыңдар кесектеріңмен деп алдымен өзі лақтырып Қодардың жонынан ұрды. Абай жеткенше жұрт бірі артынан бір тас жіберіп ұрып жатыр. Топтың шетіне Абай келе бергенде Жиренше қолынан ұстай алып бетіне бетін тағап, ананы қара, мына ұрғалы жатқан шалды қара, осы Қодардың жақыны өзі шал, өзі борсақ Жексен ғой мынау. Бұған не жоқ екен, көк төбетке деді дейді. Абайға нағыз өлтіруші осы сияқтанды. Ентелей ұмтылып барып Жексеннің желке жағынан тақай бергенде Жексен Қодардың өлігіне қарап, кет бәлекет, кет, жүзі қара, кет деп үлкен қара тасты жіберіп қалған екен дейді. Мына топтың ішінде Жексен деген кісі жүр, шал. Бұл Жексен борсақ ішіндегі кімнің? Қодардың ең жақын екен дейді. Соны Жиренше Абайға айтып тұр. Мына шалдың жүрсін қара. Бұл шал кімнің жақыны? Қодардың жақыны. Сөйтіп алып, мынаң істеп жүрген ісін қара деп Абайға көрсетіп берді дейді. Абай сол нағыз өлтіріп жүрген, нағыз өлтіруші сол сияқты болып кімге қарай ұмтылды дейді? Жексенге қарай ұмтылды. Жексенге қарай ұмтыла берген кезде Жеңсел осы кезде Қодардың өлігіне қарап тас лақтырып тұр екен. Кет, бәлекет, кет деп. Қодардың денесін Абай жаңа көріп еді, жүрегіне қан төгілгендей қайнап кеп, ана Қодардың денесін көрген кезде шошып кетеді дейді. Сосын Жексенге өй кәрі малғұн деп Жексенді желкесіне қойып жібереді. Жексен Қодарды ұрған біреудің топшысы тиді ме екен деп сырт айналып қараған кезінде Абайды көреді. Не деген имансыз едің, кәрі төбет деп тұрған Құнанбайдың баласы. Сөйтсе Абай тағы айтады, сен не деген имансызсың, кәрі төбет неме деп. Жексен бұған зекет осы кезде. Өй бала, ой сен өзің деп тұрып дауыстап, мен бекен, ер болсаң әне, әкең дей берді дейді. Жұрт оны десіп жатыр еді. Абай жылдан басып атына жетті. Осы кезде Құнанбайға Жексен шаққан болу керек. Әкесі Абайға айқайлап, «Ей, Құдай ұрған, тұра тұр, көрермін бәлем» деді дейді. «Ұстаңдар, алып келіңдер» деп айта алмай қалды, бірақ Абай атына міне сала ауылға қарай шаба жөнелді дейді. Сөйтіп Абай сол шапқан күйінде Жиреншеге жеткізбеген күйінде Көлқайнарға жетіп шешесінің үйіне кеп түсті. Ұлжан тыста тұр екен. Сабырлы Ұлжан осыдан әрі ешнәрсе сұрап тақымдаған жоқ. Үйде әжесін де өзгендер күткен жоқ. Абай жайын бір жанға білдірмеді. Үлкен ақ үйдің оң жағына әкеліп әжесінің жер төсегін жайлап бердіре шешіндіріп жатқызып өзінің мол пұшпақ ішігімен жауқымдап қойды. Абай кешкі қозының жамырауынан оянды. Шешелерінің күндізгі жайды білгенін байқатты. Әкем деп әкесін еске алып күрсініп кеудесін сипап шешелеріне құпия қып шаққандай болды. Не деген қатты еді дейді. Абай ауырып жатып. Әжесі ұқты да күрсініп, Абайдың бетіне таман төніп кеп, маңдайынан ұзақ иіскеп отырып, «Қарашығым, айналдым, қоңыр қозым» деп алып,
аямайды ол деп келіп көзін жұмыңқырап басын жоғары көтере берді. Я Құдая, зар тілегім болсын, бейуақтағы тілегім, осы қарашығым әкесінің болсы ит мінезін бере көрме, тас бауырлығын бере көрме деп құрысқан әлсіз қолдарымен әжімді мейірімді жүзін сипап бата берді. Ұлжан да ішінен әумен деп бата қылды дейді. Мынаған назар аударыңдар. Я Құдая, зар тілегім, бейуақтағы тілегім, осы қарашығым әкесінің ит мінезін бере көрме деп бата тілейтін кім? Зере. Екі ана ортасындағы жаны ауырған бір бала, бейуақтағы үшеуінің құпия тілегі зор шындықпен емреніп тілеген тілеген. Абай өзі де бетін сипап ана тілеген барынша қабыл алып бата қылып, сондай шеше әңгімелерінде бар бейілін беріп жүрген күндердің бірінде бұл үйге екі бүгіде қонақ келіп қонды дейді. Екі қонақ, енді екі қонақтың жайы басталады. Бұл бірі қартаң, бірі жас қонақ. Жасын Абай біледі. Таныған жерде қатты қуанып кетті. Ол былтыр жайлауға келіп, осы үйде 3 күндей жатып қоз көрпеш баян сұлу жырын жырлап берген бай көкше деген жыршы еді дейді. Қыздар жігіттер, мынау өте маңызды. Абайдың ауылына үйіне келген екі қонақ, біреуі жас, біреуі кәрі. Жасы бай көкше бұған дейін де келіп жүрген жыршы. Ол қандай жырды жырлап берген екен? Абайларға қоз көрпеш баян сұлу жырын. Бұл сұрал досқан үйіне бұтыда бай көкше жырлап берген жырды. Одан кейін тағы бір келген қонақ, ол Барлас деген ақын, қариялау қонақ. Барлас бұларға Қобланды батыр жырын жырлап береді. Мұны айтқан кім, осы өлеңді шығарған кім екенін деп бағанадан бері өзі сүйсіндірген ақынның атын білмек болып Абай қызығып отырады дейді. Сөйтіп, әрден келе жатқан десе дау балам бұның түбін деп кім? Барластың жауабы Қобланды батыр жырын тыңдап болғаннан кейін Абайдың сұрағын айтып отырғаны. Кіші жүзде Марабай деген ақын бар деуші еді, Жанекең деп, яғни Жанекең деп отырған жанақ сол болуы мүмкін деп айтып отыр. Қобланды батыр жырын шығарып жүрген. Қобландының қоштасқаны, Тайбұрылдың шабысы, Қобландың жекпе-жегі Абайды әсіресе еліткендей болды. Жатқанда көпке дейін алағызып ұйықтай алмады. Ертеңіне Ұлжан Барлас пен Байкөкшені жібермеді. Себебі Ұлжанға Абай өтініш айтып Барлас пен Байкөкшені ұстап қалуын өтінеді. Асықпай әлі біраз күн қонақ боп жатып кетіңдер деді. Бұл Абайдың тілегі. Абай бұрын тағылым үлгі кітапта, білім өнер медреседе деп қана түсінетін. Оған дастан шебері Низами, Науаи, Физулиде, мұң нәзігі Шайх Сағди, Қожа Хафизде, батыр жыры Фирдаусиде көрінетін. Қазақта нелер баян көрпеш, талай ақбала боздақтар барын анық білмеуші еді. Абай бұл күнге шейін өмірінде дәл осы Барлас, Байкөкше баян еткен дастан жырларға барабар еш нәрсе естпеген сияқты болды. Ертеңінде ақындар аттарын ертеп жүруге таққанда Абай шешесі сыртқа шығарып алып, апа екеуіне де жақсы сыйғып беріп аттандыршы деді. Абай шынында да дәл осы кезде өзін өзі бар сырғаттан құландаса боп арылғандай нық бір қайрат жиып алғандай еді дейді. Сөйтіп Абай осыған дейін бүкіл үлгі тағылымның барлық жақсы нәрсенің бәрі кітапта, білім өнер ол медреседе деп қана түсінген болса, және сонымен қатар дастанның шебері Низами, Науаи, Физули, ал мұңның нәзігі Шайх Сағдиде, Қожа Хафизде, батырлар жыры Фирдаусиде көрінеді деп ойлап жүрген болса, сөйтсе өзінің туған тілінде де, туған ана тілінде, ауыз әдебиетінде осындай керемет шығармалар бар екендігін осы екі ақын арқылы біледі. Байкөкше мен Барлас арқылы. Қайталап айтам, Байкөкше жырлап берген жыр бұл қоз көрпеш баян сұлу жыры, Барлас жырлап берген жыр бұл Қобланды батыр жыры. Бұл Барлас деп отырғаны біз білетін тарихтағы әрі әдебиеттегі тұлғамыз Дулат Бабатайұлының прототипі. Дулаттың есімін атауға болмағандықтан Мұхтар Әуезов Абай жолы шығармасында оны Барлас ақын деп атаған деген атпен қолданған. Сөйтіп қайтқанда тарау осылай аяқталады. Абайдың жаңағы ауылына келуімен, одан кейін Қодар Қамқа жайына куә болуымен, әкесіне деген ренішімен ауырып жүрген уақытында Барлас пен Байкөкшенің бұның ауылына келіп, сөйтіп енді ғана есін жиып, еңсесін көтеріп жатуымен шығарма, яғни қайтқанда тарау аяқталады.